Как раз бүгін балыққа баратын күн болып тұр екен бүгін. Так, балыққа аттанбасам. Так, айтпақшы видео қосылма, Хей, бәріне сәлем достар, сіздермен бүгін мен әдеттегідей Батыржан және де достар, бүгін мен балыққа барам. Әдейі мен өзімнің балық қармағымды дайындап қойдым. Және де 2 нан 4 сабыз алдым. Осы заттармен бүгін мен балыққа баратын болам. Просто бүгін мен балық жегім келіп тұр да. 3 штук балық па, сондай жегім келіп тұр енді. Ал ендеше достар, аттанайық. Так, достар, бізде өзен мына жақтарда, так, огородтарым өсіп қапты ғой. Вроде нормально. Так, достар, бізден өзеніміз ан жақта, сояққа барайық. Бүгін мен примерно кешке шейін отырам деп ойлаймын, балық аулап. Міне осы, стоп. Мұнда тағы да бір не қосылып тұр ғой. Так, достар, мұнда бізде тауға вид бар, көрініс. Әдемі. Достар, мынау не бәле зат мынау? Үйіма немене бәле мынау? Так, достар, мен мұнда білмеймін, алмаз бен ағаштан жасалған үйіма сондай бір нәрсе көріптім. Бұл вообще қайдан алынған? Вақты қайдан алынған дегенде мен мұнда бірінші рет келіптім. Так, кішкене сәбізді жеп алайық. Жарайды достар, оған сосын бағамыз. Бірінші кішкене балық аулап алмасақ, содан кейін анаған бағамыз. Так, үлкен балық, кіші балық бәрі түсе бер. Хоть 3 штук балық болса болды, сонымен үйге қайта берем. Точнее, бірінші ананы тексергеннен кейін бірақ қайтам. Түссеңдер, балықтар, немене бәлесіңдер? Давай, қандай балық келеді екен маған? Достар, бір балық келеді. Нормально, енді тағы да керек. Так, қашан түсетін балық әлі түспей жатыр ғой. Қаншама уақыт болды, екінші балық тыстай алмай жатырмын достар. Келе жатқан сияқты достар. Так, екінші балық тыстадым. Ал достар, енді 2 балық ауладық, енді ана үйге кірейік. Так, давай. Достар, үйдің ішіне кірдім. Мұнан сындық алдым. Так, бұндай картина болмады. Так, достар, бізде мұнда мынандай картина бар екен. Так, бірінші несінде, мұнда бір жататын төсек бар. Походу, мынау тамақ ішетін орын. Так, мұнда достар, бізде изумрудный пол. Печка екен ғой, шош кеттім ғой. Так, бұнда не үшін печка тұр? Соны түсінбей отырғаным. Так, мұнда сундук бар. Мұнда бізде алмаз бен изумрудный блок. Мұнау жай емес блок қой. Бұл Стив 76-шы ауылдың бірінші игрогі. Менен кейінгі игрокқа бұлар көмек болады деп ойлаймын, дейді Стив. Так, тоқтаңдар достар. Так, айтпақшы мыналарды алып кетейік, мен үшін көмек дейді. 63 екен. Нормально. Так, достар, бізде мұнда 63-тен бізге не берді? Стив 76-шы ауылдың бірінші игрогі. Так, достар, енді үстіге көтерілейік. Мұнда енді бізге Стив подарка берді. Есікті жабамыз, көтерілеміз. Давай. Кірдім. Так, достар, мен кірдім. Мұнда достар, бізде әртүрлі сурет бар. Мысалы, мынандай адам. Мына білмейм не екенін. Мына вообще не екенін білмейм. Мына білмейм. Әтер мұнда өрмекші бар. Мына Буратино сияқты. Мына гүл. Мына крипер. Мына череп. Мына адам. Мына бөлмеде көбінесе не суреттер екен. Мықты. Так, достар, мұнда неге көп сурет екен мен білмеймін. Ал, так. Бұл сурет походу бұның, қалай айтсам болады, сурет бөлмесі. Так, достар, мұндағы бізде сундук бар, соны ашайық. Суреттер дейді Стив. Бұл Стивтің салған суреттері. Бәрі түсінікті. Бұл Стивтің салған суреттері, достар. Сондықтан бұнда көбінесе суреттер. Так, біреуін алып кетек үйге. Стивтан маған көмек болсын. Так, мұнда қойық. Достар, шығамыз. Шықтым. Енді тағы да достар кішкене балық аулай тұрайын.
тағы соңғы үшеу. Соңғы үшеу дегенде достар, точнее соңғы үшіншісін. Так, түсе ме екен маған балық? Давай, түсе ғой. О! Все, достар, үшіншісі бар. Енді кешкі асқа бұл болады. Енді тезірек ауылға қайту керек. Айтпақшы достар, мен бұрында Стив деген бірінші игрок осы ауылда өмір сүрді ма? Оны шетелдерден білетін боламын. Ал сосын сіздерге айтатын боламын. Так, достар, біздің ауылда кезінде мен келмей тұрып Стив деген игрок өмір сүрген. Және де ол, қалай айтсам болады, шахтер болған, көп добывать еткен. Но ол ауылда единственный игрок болғандықтан келесі игрокқа көп қазына қалдырды. Так, достар, үйге барып тез бағанаға алған немді картинамды ілейін. Так, қайда ілсем болады суретті? Так, мұнда ілейік. О, осындай әдемі болды. Ал достар, сіздермен бүгін болған мен Батыржан. Сәлем, сау болыңыздар. Айтпақшы, арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Сәлем, сау болыңыздар.